4 мыңнан астам наименование продукции бар. Ол барлығы үйге арналған заттар. Личная гигиена дейміз, ол мысалы біздің зубной пасталар, шампунь, прокладкалар, сондай нәрселер. Одан кейін мыло-мойка деп айтамыз, это чистящие средства, порошоктар, антижир, неше түрлі губкалар мысалға. Одан кейін уходовый декоративный косметика. Әйел кісі болған соң бәріміз бет күтіміне біз уақыт бөлеміз, сондықтан косметикамыз бізде швейцарский бренд Салюкс деген брендтің косметикасы. Ол косметиканың несі құндылығы часть сырья заводится из Швейцарии. То есть чисто экологично шығарылатын, полностью запакованный, көрсеңіздер, прям упаковкада. Ол даже мысалға бізде партнер болам деген кісілерге берілетін кейс продукции, ол даже сатылымда жоқ. Ол тек қана именно біздің партнерларға берілетін косметика, өте жоғары сапалы. Мен өзім алған кезде таң қалдым, өйткені алдын мен Dior мен қолданғам, Givenchy мен қолданғам. Мысалға мен өзім Dior, Givenchy сондай линейкалармен қолданып, мынаның сапасын көрген кезде қыздар мен таң қалдым. Өйткені сапасы действительно өте жоғары. Мен мына жерінде қатты мына жағымның носогубкасына бетте жатам ғой. Сол носогубка қатты болып кеткен. Соны кесіп қойып. Сол носогубка прям кәдімгідей бетін тартылып жасыла бастады. Менде мысалы өте көп отзывтар именно сол косметика бойынша. Алдын берілген мысалы фуллерена набор, осы косметиканың құрамын менде партнер болып косметолог кірді командама. Сол косметолог осы косметиканың құрамын зерттеп, маған полностью айтты, Айжан мынау мықты екен, мен только осы косметика үшін ғана крем деді. А қазір ол уже полностью мына продукциямен қолданып, уже адам шақырып, адамдарға рекомендовать етіп, осыны айтады. Мысалға, косметологтар, ол жай косметолог емес, сабағын оқып алған. Ол кәдімгі дерматокосметолог, дәрігер, медицинский де 8 жыл оқыған. Одан кейін ары қарай өзінің мамандығын жоғарылатып, көп курстар, нелерді оқиды мысалы Москвада. Сол кісі осыны несін құрамын зерттеп, қарап, мынау мықты екен деп маған партнер болып кірген. Сондықтан бұны партнерлыққа кірген кезде косметика ма деп кейбір кісілер түсінбейді. На самом деле бұл вообще өте мощный, как раз таки бізді жандандыратын, бет әлпеттеріңізді керемет қылатын осы косметика. Бұл жерде полностью уходовый, 4 этаптық сіздерге енді жаққандарыңызға байланысты, біреулер 3 айдың ішінде бітіп тастайды, біреулер 8 ай жағады, бірақ полностью 4 этаптық очищениеден бастап увлажнение, питание и антивозрастной уход осында бар. Тонер, умывашка, сыворотка и крем увлажняющий. Артында барлығы, в принципе, мына жерде жазылған, қарасаңыздар болады. Сол 4 мыңнан астам наименование продукция қазір Қазақстанға сертификатталып кірген 450 товар бізде бар. Ақырындап барлығы сертификациядан өтіп, то есть Қазақстан нарығында официально тіркеліп, барлығы бізге кіріп жатыр. Құдайға шүкір, күннен күнге бізде магазиндер, осындай сервисный центрлер көбейіп жатыр. Партнерларымыз да күннен күнге көбейіп жатыр. Мысалға, бұрын Greenleaf десе, басқа андай тряпка сататын компаниямен шатастырып, сол ма деп сұрайтын кісілер, қазір Greenleaf, мен что-то естігенім бар сияқты еді, бір порошоктарыңыз бар ғой сіздердің деп. Мысалы, ең бірінші мен сіздерге неге біз демонстрация продукта дейміз, неге біз демонстрация көрсетеміз, өйткені өздеріңіздің көздеріңіз нақты осыны көріп, когда вы убеждаетесь в этом, уже сіздер сразу становится, уже сіздердің вообще представление о порошке меняется. Потому что мен өзім как пользователь МВ, мысалға, қандалар көрмей менде де аллергия болған, денем қызарып кететін, оказывается, оның бәрі порошоктан екен. Неге өткен біз үстіміздегі киім, төсегімізді бәрін порошокпен жуамыз ғой. Оны жуған кезде біз одан кейін жатамыз. Біздің денеміз, наша кожа это самый большой орган. Он пористый.
То есть барлығы біз жатамыз, оның барлығы біздің денемізге сіңеді, қанға енеді, содан кейін біздің аурулар пайда болады. Мысалға, аллергия, одан кейін астма, сондай аурулар қазір неге көбейіп кетті? Өйткені біз барлығымыз қазір сондай сапасыз нәрсемен қолданамыз. Кірген кезде, ең басында кірген кезде бәріміз енді соған өттік қой, бұрын тек қана кірсабын болатын, зубной порошок болатын, тісті тазалайтын, мен әлі еще застала те времена. И получается, бізге кірген кезде қазір вообще өте көпті, қандайын алам десең, на любой карман. Сондықтан өзімде аллергия болған кезде, өзім ізденген кезде тапқан сол порошок болды, бірақ бағасы енді әркімнің қалтасы шыдамайды деп айта аламын. Өйткені қазіргі күнде, по-моему, 12 000 теңге 1 килограмм порошок. Несі средство для мытья посуды тура осындай тарада, мысалға 1 килограмм средство для мытья посуды мен лично өзім осында кірер алым 5500-ге сатпағым. Ал біздің средство для мытья посуды 1200 теңге. При этом бұл концентрат. То есть қазір мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, қандай қою. И қазір салыстырып көреміз. Мысалға, менде бір презентацияға бір кісі келді. Я стираю только ушастым нянем деп. Мен айттым, давайте проверим ушастый нянь деп. Тура қасымызда магазин бар, осы ушастый няньді алдырттық. Он гипоаллергенный. Бір жерінде еще жазылған гипоаллергенный деп. Мен айттым, хорошо, давайте сравним дедім. Хотя алдын біз не ушастый няньді не қылмағанбыз, эксперимент жасағанбыз. Сөйтіп сол кісінің көзінше өйстіп ушастый няньді эксперимент жасайық деп алғыздық. Енді мен сіздерге осындай ушастый няньді, это же детский порошок, гипоаллергенный, да, как пишется, да? Давайте сравним. Біріншіден не көріп тұрсыздар? Бұл жерде пенасы, мысалға байқаңыздар, да? Екі есе көп біздің порошоктың пенасы. Хотя мен көрдіңіздер, я не жалела салдым. Одан кейін су, қандай тұп-тұнық біздікі, да? Прозрачная. Мынада әлі ерген де жоқ салқын суда. И одан кейін тағы да мынау біздің индикационный фонарик. Осымен бір тексеріп көрсетейін. Қараңыздар. Чтоб вы понимали, менің денем, я? Мен натуральныймын. Енді натурально называют. Точно натурально. Здесь ничего не колото. Ничего нету. Аппақ. Енді ары қарай байқаңыздар. Мынау біздің упаковкамыз. Бұл да аппақ. Именно сырты ше, қыздар. Мынау краска ғой. Мынау краска, да? Қараңыздар, көк цвет. Түсіндіңіздер ғой айырмашылық. Натуральный, белого цвета. И мына бізде несі, сырты, наклейкасы через полиграфию, которая проходит, это химия, потому что краска это химия. И енді, давайте сравним. Смотрите, это наш ушастый нянь, тоже синего цвета, хотя гипоаллергенная не знаю. И енді біздің порошокты қараңыздар. Аппақ. Мынаны көруге болады, былайына тест бар ғой. Тест бар ма? Егер химия бар болатын болса, тест полоска сразу өзгереді. Қараңыздар, екеуіне бірде бөлдім, енді мені салып жүреді. Қараңыздар, сразу біздікі сол өз несінде, өз цветінде. Қозғап жерсең астынан көрінеді. Мына қараңыздар қыздар. Мынау әлі өзінің цветін ешқандай өзгертпеген, мынау көккүмбек. То есть бұл жерде химияның құрамы өте жоғары дегенді білдіреді. Одан кейін неге біздің порошоктың байқасаңыздар пенасы. Бұның ішіне даже балық салып жіберіп, мысалға бізде эксперимент бар, балық салып жібереді, и балық осының ішінде жүзіп жүре береді. Неге? Өйткені бізде кислородпен, обогащенный кислородом дейді ғой, біздің порошоктар обогащенный кислородом. Почему? Для чего? Для того, чтобы выстирывать из тканей, выбивать грязь. Кір жуған сайын сіздер наоборот запаковывать ете бересіздер өздеріңіздің киімдеріңізге сол кірді. Өйткені мынандай порошоктардың ішінде, оказывается,
визуальный эффект беру үшін, то есть ағарған, как будто ағарған сияқты. Ішіне бұның құрамына известь бар ғой, әк. Сол әкті әбден ұнтақтап соны қосады екен, представляете? И одан кейін сіздер оны киесіздер. Не болады? Естественно, ауру болады. Вот осындай біздің керемет порошок 1 килограмм объемда завод-производитель 30-40 стиркаға жетеді дейді. Бірақ біз лично өзімде маған ровно 2 айға жетті. Примерно 60 стиркаға. Кейде өткені болады, балдар тренировкадан келеді. Футболка, трико ғана, оған жарты колпачок құяды. А так вообще жалпы 3 килограмм бельеға 1 колпачок құйып барабанның ішіне салып жібересіздер.